Асыл авто оқырмандары кезінде бір көкем айтқан екен, у Мерседеса нет года, у него есть состояние демекші, алдарыңызда Mercedes-Benz Волчок. Автокөлік 1994 жылғы 5 литрлі көлеммен, артқы жетекте 18-дік дискілермен, капоттың астында 320 аттың күші бар Волчок. Автокөлікті жас балдарға айдатуға болмайды, серебристый металлик. Автокөліктің ендеше ішіне келетін болсақ, енді ашу жаман. Енді бұл автокөліктің ішіне келетін болсақ, 215 мың пробегте жүрілген, рулі бізде спортивный рульде, кәдімгідей өздеріңіз көріп отқандай 5 литрлі көлемдегі машиналарға осындай руль салу керек. Енді автомат коробка, печка орналасқан, бұл жерде басқаша бір функциялары. Автокөлікте шторка артқы жақты, автомат коробка, подогрев сидений екі жақты, стеклоподъемник, құлақтар реттеу батырмасы, төбеде алькантарада люк орналасқан. 94 жылғы автокөлікте плавающий сидений екі жақтама, плавающий сидений, құлақтар реттеу батырмасы, табалдырықта Mercedes-Benz жазуымен.